дай мяч. Каждый раз, когда я выхожу играть, дай мяч. Не заставляй меня два раза повторять. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар, қадірменді спорт сүйер қауым, эфирде шашасына шаң жұқпаған нағыз батырлар ойыны Батыр бол. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, біз сіздермен Ақтау қаласында, Каспий жағалауында қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Біз турниріміздің барлық серіктестеріне, титулдық серіктес Олимпет, ресми серіктестері Gorilla Energy, Darlin, Saura Water және серіктестеріміз Sport Plus Қазақстан және Маңғыстау спорт басқармасына өз алғысымызды білдіреміз. Олай болса, біз ойынды бастауға дайынбыз. Ал сіздер, ағайын, дайынсыздар ма? Сонымен алғашқы ширек финал алаңның көк бұрышына Вольники командасын шақырамыз. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Underdog командасын шақырамыз. Моя химия, моя иния, моя тонкая линия, нежности бриллиант, 16 тысяч карат, эй, нам пора домой, кем это мой парад, твой зад тут в эпицентре мне. Сонымен ойынды бастамас бұрын қос команданың капитандарын ортаға шақырамыз. Батыр бол ойыны арқылы кім ойынды бастайтын. Сонымен 1, 2, 3, Батыр бол. Сонымен ойынды бастайтын Underdog командасы. Октагондағы төреші Нұрбек Мұңлықов. Я провинциальный тип со своей моралью. Штыки будем на трубку и батьку. Грани, ты с парнем, ты занят, так и передай. Скажи, нахуй правила, нахуй по глазам вижу, что ты хочешь, вижу, как ты течешь слабым. Да ты напалена, дама, ты напалена. Да не важно, это главное твоя талия. Есеп 1-0, Вольники командасы есеп ашып отыр.
Есеп 2-0. Вольники командасы тағы да есепті еселеп отыр. Алғашқы тайм өз мәресіне жетті. Дәл қазір есеп 2-0. Вольники командасы алдыда. Гол! Есеп 3-0. Вольники командасы тағы да есепті еселеп отыр. Тағы бір шабуыл. Гол! Есеп 4-0. Вольники командасы ширек финалдан өтуге нақты тағы бір қадам жасаған секілді. Және гол! Есеп 5-0 болып отыр. Доп қайтадан Вольники командасында. Және тағы бір шабуыл және гол! Есеп 6-0. Бұл ойын аяқталды деген сөз бе?
Тағы да кезек шабуыл және гол. Есеп 7-0. 7-0 есебі. Вольники андердог командасы арасындағы ойын. Доп андердог командасында және бір соққы жасап көрді. Вольники командасынан тағы бір шабуыл және гол! Есеп 8-0. Допты сыртқа шығару керек деген. Андердог командасы қазір допты сызықтан сыртқа шығару керек. Және бұл гол. Есеп 8-1 болып отыр. Ойынның аяқталуына 25 секунд қалды. Вольники командасы тағы да есепті еселеп отыр. Есеп дәл қазір 9-1. Допты сызықтың ар жағына шығару керек қазір андердог командасына. Ойын әрі қарай жалғасады. Керемет шабуыл және нәтижесіз аяқталып отыр. Доп қайта Вольники командасында. Сонымен ойын аяқталды 9-1 есебімен. Әрі қарай Вольники командасы ширек финалдан өтеді. Сонымен хандар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Кезекті ширек финал. Ортаға, алаңның көк бұрышына Грек Рим командасын шақырамыз. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Мерген командасын шақырамыз.
Сонымен ойынды бастамас бұрын қос капитанды ортаға шақырамыз. Батыр бол ойыны арқылы кім ойынды бірінші бастайтынын анықтау үшін. Сонымен 1, 2, 3 бол. Ойынды бастайтын Грек Рим командасы. Төреші Нұрбек Мұңлықов. Сонымен екінші ширек финал. Алсын соққа. Допты қазір сыртқа шығару керек. Уже ойын тәртібі бұзылған жоқ қой. Және алсын соққа. Қайтадан нәтижесіз. Допты сырттан шығару. Алсын соққа. Бізде әлі есеп 0-0. Тағда доппен ойыншыны. Допты сызықтан шығару керек. Қайтадан. Әлі де 0-0. Қос команда қазір қанжығасын аша алмай жатыр. Алсын соққа және қайтадан есеп өзгеріссіз. Соққылардың барлығы қазір діттеген жеріне жетпей жатқан секілді. Тағда Мерген командасының соқса. Допқа талас. Мерген командасы алсын соққы бақтап көрді. Есеп әлде 0-0. Естеріңізге сала кетейік. Дәл осы жерде Вольники командасының келесі қарсыласы анықталатын болады. Жартылай финалда. Ойыншы ауыстырып жатыр қазір Грек Рим командасы. Аздаған үзіліс. Допты Мерген командасы тағда бастап отыр. Мерген командасының шабуылы қайтадан аяқсыз қалып отыр. Алыстан соққы. Жоқ. Мерген командасы қайтадан ойынды бастап отыр. Алыстан соққы. Алыстан жүгіріп өткен.
Здесь и оттуда священная мать. Жаря учу, иногда чуть-чуть или чересчур. Нағыз жартылай финалға тән айқас болып жатыр қос командада. Мерген командасы Дотты сызықтың ар жағына шығарды және алыстан соққы жоқ. Есеп қайтадан өзгеріссіз. Екінші соққы гол! Есеп 1-0. Мерген командасы алдыға шығып отыр. Доп алаңнан шығып кетіп отыр. Мерген командасы тағы да ойынды бастап отыр. Алыстан соққы жоқ. Грек-Рим командасы допты өздеріне алды. Қазір сызықтан шығарып барып тағы бір соққы бақтап көретін болады. Мерген командасы шығару керек сызықтан. Қазір шығару керек. Сызықтан шықты, бірақ әрі қарай допты қайтадан Грек-Рим командасы алып қойып жатыр. Алыстан соққы. Өте жылдам шешімдер қабылдау керек ойын. Қазір допсыз тұр бұл жердегі. Енді Грек-Рим командасы жоғары қарай шығарып болып отыр алаңнан. Допты Мерген командасы ойынға қосады. Бұл жерде алыстан соққы бақтап көрді қайтадан. Және гол! Бірінші таймның аяғында Мерген командасы есепті 2-0 қылып отыр. Бұл гол есептеліне ме? Өткені бұған дейін ысқырық шалынған болатын, бірінші тайм аяқталды деген. Бірінші тайм аяқталды, есеп 2-0. Грек-Рим командасының соғылған голы ысқырықтан кейін болған болатын. Есеп 2-0. Мерген командасы алдыда. Дамы и господа, мы напоминаем. Олимпет, титульный партнер Найза Fighting Championship. Широкие линии, высокие коэффициенты и множество акций на сайте и в мобильном приложении компании. Получите от боев максимум эмоций вместе с Олимпет, а также Gorilla Energy. Gorilla Energy — это не просто энергетический напиток, это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Приносит ваши эмоции на новый уровень и помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. Ал біз екінші таймды бастауға дайынбыз. Сонымен екінші тайм басталды. Допқа қайтtan Мерген командасы иелік етуде және гол! Есеп 3-0. Ойында сызықтан дұрыстап бастау керек. Грек-Рим командасы допты ойынға қосты. Допқа иелік етуде. Жылдам пастармен қазір шығу керек. Алыстан соққы. Мерген командасы допты қайтан өзіне қайтарды және сызықтан шығару керек. Доп сызықтан шықты. Алыстан соққы жасап көрер ме екен? Бір қарсыласының жолынан ашып берді және Мерген командасы соққы бақтап көрді. Грек-Рим командасы допты өзіне қайтаруда. Алыстан соққы жоқ. Доп қайтадан ортадан Мерген командасы кезекті шабуылы. Гол! Есеп 4-0. Алыстан тағы бір соққы бақтап көрді. Мерген командасы жолын ашып берді. Алыстан соққы бақтап алады.
Иә, қазір мерген командасы сызықтан шығару керек. Жоқ, бұл гол есепке алынбайды, себебі мерген командасы допты сызықтың сыртына шығарған жоқ. Есеп 4-0 әлі де. Алыстан соққы. Ойыншылар Грек Рим командасының соққысы, есеп әлі де 4-0 болып қалады. Жылдам шешімдер қабылдау керек ойын. Бұл ойын осынысымен қызық. Тағы да алыстан соққы бақтап көрді мерген командасы, жоқ. Бір-бірін жақсы түсінісіп жатқан секілді қазір мерген командасы. Грек Рим допты сыртқа шығарды және соққы. Аут. Доп алаңның сыртына шығып кетті. Мерген командасы ойынды басынан бастайды. Тағы да. Бұл гол. Есеп 5-0. Мерген командасы жартылай финалға бір-ақ қадам қалған секілді. Тағы да шабуыл жасап жатыр. Сызыққа сыртына шықты. Аут. Топ алаң сыртына шығып кетті. Ойын басталып кетті Грек Рим командасының шабуылы. Иә, міне сызықтан шығарды, аяқтан шалу ештеңкеге қараған жоқ. Допты қазір мерген командасы сызықтан шығару керек. Бұл доп есепке себебі алынбайды. Бұл гол есепке алынбайды, себебі доп сызық сыртына шыққан жоқ. Есеп 5-0 болып қала береді. Грек Рим командасынан соққы, тағда. Сонымен екінші тайм аяқталды. Есеп 5-0, жартылай финалға мерген командасы өтеді. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Сонымен ханымдар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз турниріміздің 3-ші ширек финалы. Ортаға алаңның көк бұрышына Ақтау бокс командасын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Батыр командасын шақырамыз.
Сонымен ойынды бастау үшін қос команда капитандарын ортаға шақырамыз. Команда капитандары ортаға. Сулифа ойыны арқылы, яғни батырбол. Бір ойынды бастайтын Ақтау бокс командасы. Төреші Нұрбек Мұңлықов. Только что отхапнул, а так шүкір жақсы. Интернет бізде Япониядан тез, есілпенсе соңғы білетін біз. Бірлік болсын ғана елімізде, әбішу болмасын жерімізде. Дарамен бит, натури хит, рассылды бит болса көтерілбейді. Сырны емес бізге кеса сатил, любой вопрос еще мезикашка. Туғыл шапала! Сонымен кезекті ширек финал Ақтау бокс және батыр командалар арасында алыстан бірден соққыдан басталып отыр ойын. Допты сыртқа шығару керек. Иә, доп сыртқа шықты. Ақтау бокс командасы шабуылда. Жоқ. Допты сырттан шығару керек. Сызықтан шықты, иә. Міне батыр командасы енді шабуыл жасаса болады. Барлығы тәртіпке сай, алыстан соққы. Аут. Доп сызық сыртынан шығып кетіп отыр. Ақтау бокс командасы ойынды бастап отыр, алыстан соққы. Батыр командасына қазір допты сызық сыртынан шығару керек. Және ол орындалды. Ары қарай шабуыл бастауға болады, бірақ Ақтау бокс командасы оны жай барақат істетіп қоймайтын секілді. Жоқ. Ары қарай жалғасуда шабуыл. Алыстан соққы бола ма екен? Есеп өзгеріссіз. Ақтау бокс командасы допты алды. Қазір ортада қалды доп. Төрешінің айтуы бойынша допсыз күреске жол жоқ. Тағы бір соққы. Ақтау бокс командасы алыстан соққы жасап көруі мүмкін қазір. Сызық сыртынан жоқ, тағы да алдады. Жоқ. Есеп өзгеріссіз. Мынау соққы алыстан тіке болды. Тағы да сызық сыртына бара жатыр. Алыстан соққы. Жоқ, есеп өзгеріссіз. Тағы да соққы. Жоқ. Сызықтан өткен доп. Ақтау бокс командасы шабуылын жалғастыра берсе болады. Ал бұл жерде батыр командасының голы есепке алынбайды, себебі доп сызықтан шыққан жоқ. Сызық сыртына шығу керек. Есеп 0-0, әрі қарай жалғастырамыз. Бірден шабуылға Ақтау бокс командасы шықты. Алыстан соққы тағы да. Допты сызық сыртына шығару керек қазір. Міне, енді шабуыл бастауға болады. Басынан алыстан соққы. Аут. Ойынды батыр командасы бастады. Тағы да айтты. Бұл жерде бұл доп есепке алынар мекен? Бірақ тағы да Ақтау бокс командасы шабуылды жасай берсе болады. Барлығы ережеге сай. Тағы да алыстан соққы бақыттап көрер мекен? Жоқ. Соққы әлде есеп өзгеріссіз. Тағы да барлығы тәртіпке сай. Доп Ақтау бокс командасында. Тағы да алыстан соққы. Иә, міне батыр командасы барлыққа тәртіпке сай жасап отыр және соққыда өте қауіпті болды. Ақтау бокс командасы бірінші тайм аяқталып отыр. Есеп 0-0. Сонымен қандар мен мұрзалар, ал біз АБТМ газ құбырының магистральдық желілерінің өнеркәсіптік құрылыс және монтаждау жұмыстары секторындағы көш басшысы
АБТМ Газ және Саура Water компаниясына өз алғысымызды білдіреміз. Саура арнайы сүзу жолы арқылы өтетін тұзсыздандырылған, азондалған ауыз суы. Және естеріңізге сала кетейік, эфир серіктесі Спорт Плюс Қазақстан телеарнасы. Екінші тайм басталғалы жатыр. Есеп 0-0. Есеп 0-0. Ойын тартысқа толы болатын жалпы ойыншылардан. Доп аут. Аутқа кетіп отыр, алаң сыртына шығып кетіп отыр. Есеп әлде 0-0. Батыр командасы допты ойынға қосты. Тағыда допқа талас ортада. Допты басынан Батыр командасы бастап отыр. Ақтау бокс командасы допты тартып алды. Доп сызықтың сыртына шықты және соққа өте қауіпті. Әлде 0-0 есебі таблода қала береді. Екі ойыншысы қазір сызық сыртына шығып алды. Бұл жерде қауіпті шабуыл соға болады. Жоқ. Тағда шабуыл жалғаса береді. Аут. Қос команда әлі де өздерінің қанжығаларын майлай алмай отыр. Есеп 0-0. Алыстан соққа аут. Ақтау бокс командасы қайтадан допты ойынға қосады. Допқа елі кету. Және есеп қайтадан өзгеріссіз. Допты қайтадан ойынға Ақтау бокс командасы қосайтын деп отыр. Сызық сыртында ережеге сай қазір қайтадан шабуыл басталып отыр. Міне керемет комбинацияның соңы голға ұласа алмады. Әлі де допты сызық сыртына шығарып алды. Тағда бір шабуыл және гол! Ақтау бокс командасы ақыры дегенде есепті ашып отыр. Есеп 1-0. Арғарай тарта түсетін секілді. Доп алаң сыртына шығып кетіп отыр. Ойынға допты Ақтау бокс командасы қайтадан қосатын болады. Керемет, міне Ақтау бокс командасы енді өз ойындарын тапқан секілді. Міне керемет комбинациялары арқылы арғарай елі кетуде. Есіңізге тағда допты сыртқа шығарған жоқ қазір. Батыр командасы міне енді тәртіпке сай шығарылды. Бірақ ол жерде Ақтау бокс командасы допты күтіп отырған. Ақтау бокс командасы 1-0 есебімен алдыда. Тағда бір керемет комбинацияларды көрсетіп отыр. Командалар енді қызған секілді. Алыстан соққы тағда нәтижесіз аяқталып отыр. Допты алып алды. Жоқ, бұл гол есепке алынбайды дәл қазір. Батыр командасы қазір допты сыртқа шығару керек. Сызық сыртына. Міне. Ережеге сай шабуыл жасауға болады. Тағда бір-бірін жақсы түсінісіп жатыр. Бұл жерде күрес әдістері басталды. Допқа талас. Допты бастан ойынға қосу керек секілді. Төреш тоқтатып отыр. Допты басынан қосамыз.
Ақтау бокс командасы кезекті шабуылына гол! Бұл гол ережеге сай және есеп 2-0. Ақтау бокс командасы алдыға тағы да шығып отыр. Батыр командасы допты сыртқа шығарып алу керек. Ойын осымен өз мәресіне жетті, есеп 2-0. Арғарай жартылай финалға Ақтау бокс командасы өтеді. Қошеметтеріңіз ағайын. Сонымен, құрметті спорт сүйер қауым, біз әрі қарай жалғастырамыз. Бізде соңғы ширек финал. Ортаға алаңның көк бұрышына дзюдо командасын шақырамыз. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Бауырдақ командасын шақырамыз. Сонымен қос команда капитандарын ортаға шақырамыз. Сулифа ойыны арқылы, яғни батыр бол. Ойынды кім бастайтын анықтайтын боламыз. Сонымен 1, 2, 3 батыр бол. Қалай болды бұл? Ойынды бастайтын Бауырдақ командасы. Төреші Нұрбек Мұңлықов. Сонымен ойын соңғы ширек финал басталуда. Допты Бауырдақ командасы бастаған болатын. Допқа талас. Доп. Бұл жерде допты сызық сыртына шығарып алып, барып қана шабуыл жасау керек. Мұнау алыстан соққы болды. Екі ойыншы шабуыл алды. Қазір Бауырдақ командасының ойыншысынан Самадар Рузмадов допқа тапсты. Алыстан соққа дзюдо командасынан және қиыс кетіп отыр. Допқа иелік етуде. Сызық сыртына шықты. Енді барлығы ережеге сай шабуыл басталады. Доп Бауырдақ командасында. Тағы да. Енді дзюдо командасы соққы уақытта көреді. Есеп ашылмады. Есеп ашылмады. 0-0. Қайтадан соққы. Мұнау жоқ. Ал міне күрес әдістері басталды. Допты сызық сыртына шығарып алу керек қазір командаға. Бұл екі команда әлі де міне керемет! Таза баскетбол стилінде гол көреміз бе деген едік. Бұл жерде қалай болады екен? Күрес болатын болады бұл жерде.
30 секунд беріледі. Сонымен басталды. Алғалай күресуін сұрап жатыр төреші. 10 секунд қалды. 5 секунд. Тоқтатылды. Дзюдо командасына 1 балл беріліп отыр. Сонымен есеп 1-0 дәл қазір. Ойында бауырдақ командасы бастады. Дзюдо командасы қайтан доққа еліге тағылыстан соққа. Бауырдақ командасының жігіттері допта. Бауырдақ командасы ойынды бастайды. Алыстан соққы бақта көрді. Мұна жерде соққы жасауға болады. Дзюдо командасы допты сызықтан шығарып алды. Шабуылдауға болады. Мына алыстан тағы бір соққы. Доп алаңнан шығып кетіп отыр. Дзюдо командасы ойынды бастайды. Және қазір арғадай пастасуға. Және дзюдо командасы доп есепке алынбайды. Ережеге сай емес, себебі сызық сыртына доп шыққан жоқ. Ойында қайтадан бауырдақ командасы бастады. Алыстан соққылар көріп жатыр. Қазір шығарып алу керек дзюдо командасы доп сыртқа. Доп өзі сызық сыртына шықты, бірақ оған баратын ойыншылар қалмай қалып отыр. Самандар алыстан соққы бақта көрді және алаң сыртына шығып кетіп отыр. Допты қайтадан дзюдо командасы ойынға қосқанда есеп 1-0 дзюдо командасы алда. Естеріңізге сала кетейік. Тағы да алыстан соққы гол! Есеп 2-0 дзюдо командасы есепті еселеп алып отыр. Линияның да гол соғылды дейді және бұл жерде бірақ бал берілеткен. Алыстан соққы. Есеп 2-0 дзюдо командасы алда. Және допты ойынға қайтадан қосу алыстан. Міне тез шабуылдар. Бірінші тайм өз мәресіне жетіп отыр ағайын. Есеп 2-0 дзюдо командасы алдыда. Құрметті қандар мен мырзалар, біз турниріміздің серіктестеріне өз алғысымызды білдіреміз. Атап өтеді АБТМ газ. АБТМ газ құбырының магистральдық желілерінің өнеркәсіптік құрылыс және монтаждау жұмыстары секторындағы көшбасшы. Және де Саура Water. Саура арнайы сүзу жолы арқылы өтетін тұзсыздандырылған, озондалған ауыз суы. Және эфир серіктесі Спорт Плюс Қазақстан. Сонымен екінші тайм басталады. Әрі қарай жартылай финалға дәл қазір дзюдо командасы өтіп отыр. Дәл қазіргі есепті алатын болсақ, бауырдақ командасы екінші таймда ойынды өзгерте алама. Доп қайтадан дзюдо командасында. Пастасу және соққы жоқ. Сызық сыртына бауырдақ командасы допты сызық сыртына шығарып алды. Алысқа пас. Қайтадан соққы. Бауырдақ командасы допты ойынға қосады басынан.
Жалпы өздеріңіз көріп отырғандай, бұл ойында командалық түсінісу өте маңызды екенін байқап отырмыз. Тағы да бауырдақ командасы. Самандардың соққысы жоқ. Есеп әлде 2-0 болып қала береді. Тағы да дзюдо командасы алыстан соққы бақтап көріп отыр. Және бұл гол есепке алынбайды, себебі доп сызық сыртына шыққан жоқ. Және бірден есеп теңесіп отыр. Бауырдақ командасы 2-2. Төреші допты тоқтатты, басынан қосу керек. Дзюдо командасы ойынға допты қосады қазір. Зонадан шығуын сұрап отыр қазір қарсыласынан. Тағы да бастасу. Мынау керемет күрес әдісіне тәнті болып отырмыз. Тағы да соққы алыстан. Жоқ. Алысқа қарай доп сызық сыртына шығып отыр. Кез келген команда ойынды басына бастайды. Және алыстан соққы тағы да. Бір-бірінің қазір түсінісу керек командалар, әйтпесе алыстан соққылардың барлығы кіре береді деген сөз жоқ. Тағы да артқа қарай пас, доп сызық сыртында. Кез келген команда допқа иелік етіп, өз шабуылын бастаса болады. Тағы да бір күрес. Доп есепке алынбайды, ережеге сай емес. Доп сызық сыртына шығып, содан кейін ғана гол соғылу керек. Алыстан соққы. Доп бауырдақ командасында тағы да екі жақтап допты сызық сыртына шығарып алу керек. Дзюдо командасы жоқ. Өте керемет. Алыстан соққы жасап көрсе болады. Осы жерден жаңағы бірінші гол секілді жоқ. Мына жерде тағы да күрес. Бұл гол есепке алынбас бет. Бұл жерде тағы да допты сызық сыртына шығарып алу керек. Шығарып алды. Итеру әдістерде бұл ойында біз негізгі уақытта жеңімпаз анықтай алмайтын секілдіміз. Күрес әрі қарай жалғасуда. Қазір бауырдақ командасы допты сызық сыртына шығарып алды. Енді пастасу керек. Пасты ауаға бермеу керек. Оның барлығына әрине. Тағы да сөк сыртында. Дзюдо командасы қазір шабуылшысы болады. Жоқ. Допқа қайдан бауырдақ командасы иелік етіп отыр. Допты сызық сыртына шығарып алу керек. Командалар шаршап қалған секілді. Замена командада ойыншылар ауысу керек болып тұр. Бұнда допты шығару керек, допты шығару керек. Бұл гол есепке алынбайды деп отыр төрешілердің шешімі бойынша, себебі доп қайтадан сызық сыртына шыққан жоқ. Есеп 2-2. Тағы да алыстан соққы. Әне сызық сыртына шықты. Енді шабуылшылар болады. Екінші тайм аяқталып отыр. Есеп 2-2. Әрі қарай 1,5 минуттық экстра тайм көретін боламыз. Қосымша уақыт. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was hanging over me. Broken man that I don't know. Won't even stand to be my
Доп төреші Нұрбек Мұңлықовта 1,5 минуттық экстра тайм. Қосымша уақыт. Соңғы жартылай финалдық жолдаманы командалар тартысқа толық ойнатып отыр. Міне шабуыл. Доп аутқа кетті. Доп алаң сыртында. Бұл жерде бірақ қана шешім ойын тағдырын шешіп кетуі мүмкін. Бұндай да болады. Доптарға жалғастырамыз. Бауырдақ командасы қазір ойынға допты қосады. Қайтадан. Алтын соққа қазір сызық сыртына шығару керек, бірақ оған бауырдақ командасы жасатуға оңайлықпен жол бермейді. Бауырдақ командасы шабуылды бастаса болады, бірақ тағы да жолында бөгет. Артқа қарай бас және допқа ары қарай дзюдо командасы иелік етті. Бұл доп мүлдем басқа бағытта ұшты. Естеріңізге сала кетейік, бұл қосымша уақыт. Есеп әлі де 2-2. Міне керемет және міне. Бұл жерде дзюдо командасы допты сызық сыртына шығарып алып барып шабуыл жасау керек. Қайтадан енді мына шабуыл гол. Есеп 3-2. Дзюдо командасы жартылай финалға бір қадам жасап отыр. Bir жарым минутта сонымен төрешілердің шешімі бойынша алтын гол дзюдо командасы салып, әрі қарай жартылай финалға дзюдо командасы өтіп отыр. Қошеметтеріңіз. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Сонымен хандар мен мырзалар, біз ширек финалды аяқтадық. Алдыда жартылай финал. Сонымен алғашқы жартылай финал алаңның көк бұрышына Вольники командасын шақырамыз. Вольники командасы және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Мерген командасын шақырамыз. На районе джай, почти бывает, сколько ты джай. Накачу чай, закачу бутер, выкину печаль. Это ритуал, то буду, то не буду, подружим. Сонымен дәстүр бойынша қос команда капитандарын ортаға шақырамыз. Батырбол ойыны арқылы ойынды кім бастайтынын анықтау үшін. Сонымен 1, 2, 3, Батырбол. Сонымен ойынды бастайтын Мерген командасы.
Сонымен алғашқы жартылай финал. Вольники және Мерген командасы. Бізде күнде жең, күнде той, ой. Қалта толған кейін басты түрлі ой, бой. Онда әнді қой, просто так не стой. Бір жыл өтті примерно, как я завязал с травой. Мен ағам, больше чем Ван Дам. Мен ағам. Допты Мерген командасы ойынға қосып отыр, бірақ ойын осы жерде тоқтатылып жоқ. Мерген командасы шабуыл жасап жатыр. Бұл жерде ережеге сай емес. Допты сыртқа шығарып алу керек, бірақ оны қажет де етпеді. Доп алаң сыртына шығып отыр. Тағы да Вольники командасы керемет алдап өтті. Және есеп ашылған жоқ. Допты Мерген командасы қағып алып отыр. Және сызық сыртына, барлығы дұрыс сызық сыртына шығарды. Және шабуылда жасай беруге болады. Вольники командасы допты алып алды. Мерген командасы қазір допты пас жасап, арғарай шабуыл жасаса болады. Алыстан соққы, бірақ нәтижесіз. Вольники командасы қазір допты сыртқа шығарып алу керек сызық сыртына, бірақ оған кедергі жасады. Доп қайтан егесін таппауда. Мерген командасында доп. Бұл жерде күрес басталған секілді. Допсыз күрес басталды қазір. Болды, ойынды допты басынан ойынға қосу керек. Отыз секундтық күрес көретін боламыз. Құрметті көрермендер, осы жерден команда есеп ашып кете алады. Бұл жерде қанша балл беріледі екен? 1 балл Вольники командасына беріледі. Есеп 1-0. Ойында қайтадан бастаймыз. Мерген командасы алыстан соққы жасап көрді. Әрі қарай доп сызық сыртында шықты. Алыстан соққы жоқ. Гол! Тәртіпке сай, бұл 2-0 қылып отыр есепті. Вольники командасы тағы да есепті еселеді. Мерген командасы допты ойынға қосады. Тағы да күрес болып жатыр. Күрес. Мұнда допты әрі қарай жүргізе алмай жатыр. Доппен күрес және командаластар допқа таласып қалған секілді. Тағы да допты сызық сыртына шығарудың қажеті бар ма екен? Бұл жерде бокс ережелерінде басталып кеткен секілді. Вольники командасынан тағы бір шабуыл, гол! Есеп 3-0. Вольники командасы барлығы тәртіпке сай 3-0 қылып отыр есепті. Әрі қарай Мерген командасы тағы да, мені керемет әртістердің арқасында Мерген командасы шабуылда. Толқындыру әдісіне кетіп жатқан секілді. Алыстан соққы уақыт алып кетті. Бірінші тайм өз мәресіне жетіп отыр. Құрметті қандар мен мырзалар, біз осы турнирді өткізуге көмектескені үшін Маңғыстау спорт басқармасына алғыс айтамыз.
А также мы благодарим компанию Найза ТВ. Собственная платформа с множеством интересных возможностей. Возможность голосовать за лучшего бойца, по итогам которого боец получает бонус от лиги. Рейтинги в разбивке по весовым категориям. Тем, кто приобрел подписку, скидка 15% на мерч Найза. Сонымен алғашқы тайм өз мәресіне жетті. Әзірше есеп 3-0 Вольники командасы алда. Естеріңізге сала кетейік, дәл осы ойын нәтижесі бойынша алғашқы финалист анықталады. Сонымен екінші таймды бастаймыз. Допты ойынға Вольники командасы қосады, және доп ойынға қосылды. Әлі де елік етуде. Тағы шабуыл, тағы да шабуыл. Шабуылды аяқтауға болады. Тағы да енді шығарды, бірақ доп қайта Вольники командасына айналып келіп отыр. Күрес әдістері. Доп тартып алу мақсаты әрине қос командада да. Доп шығып кетті. Доп қаталасы кімде? Иә, бұл жерде допта керек емес болды. Командалар қаталасы үшін. Қайтадан ойында Вольники командасы сызықтан шығарып алу керек допты. Және ол мақсатқа жетіп отыр. Тағы да пастасу. Және доп егесіз қалды. Және бұл доп қазір тәртіпке сай емес. Доп сызық сыртына шығу керек. Допқа елі кеткен команда міндетті түрде допты сызықтың ар жағына барып қана шабуыл жасауға мүмкіндікке ие болады. Тағы да күрес. Командалар күрес сұрап жатыр. Вольники командасы тағы да бір шабуылда гол! Есеп 4-0. 4-0. Бұл финалға деген нақты бір қадам деп айтуға болады. Мерген командасы бір нәрсе өзгерте алар ма екен? Тағы да шабуыл. Тағы да Вольники командасы допты сыртқа шығарып алу керек. Ой, міне керемет. Тағы да доп. Ойын тоқтатылып отыр. Ерекс көп кетті қазір командаларда. Күрес берді мекен қазір? Иә, күрес беріліп отыр қос команданың қатысушылары. 30 секундтық күрес. Әрине есепті ашып алуға болады дәл қазір Мерген командасына. 10 секунд қалды қазір. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Уақыт аяқталды. Бұл жерде бал өзгеріссіз қалады. Бірде есеп әлде 4-0 2 командасы алды да. Алыстан пастар тағда. Алды да және бол гол! Вольники командасы есепті 5-0 қылып алды. Тағда Мерген командасы есепті өзгертіп көруге тырысады. Алыстан соққы, бірақ тағда нәтижесіз. Вольники командасы астан енді доп сызықтан шыққан жоқ. Бұл гол барыбір есепке алынбайтын еді. Вольники командасы тағда сызықтың сыртына шығып алу керек қазір. Вольники командасы шығып алу керек. Бұл гол есепке алынбайды. Есеп әлі де 5-0. Вольники командасы допты өзіне қайтарып алды. Сызық сыртына шықты. Тағы да бір-бірімен доп алмасы. Гол!
Волники командасы 6-0 есеп. Ойынның аяқталуына 40 секунд қалды. Тағы да пастасу. Линияның сыртына шықты қазір Волники командасының ойыншысы. Енді әріптесімен доп алмасы керек. Бұл жерде әйтпесе допты әрі қарай жылжыту мүмкін емес секілді. Бірақ сонда да өтіп кетті және бұл шабуыл нәтижесі аяқталып отыр. Мерген командасы артқа қарай пас. Допты қайттан шығарып алды сызық сыртына және гол! 7-0. Волники командасы есепті 7-0 қылып отыр. Жалпы ойынды қалай өз мәресіне жетті. Ойын есеп 7-0. Финалға Волники командасы өтеді. Сонымен қандар мен мырзалар, біз алғашқы финалисті анықтадық. Ол Волники командасы. Және олардың қарсыластарын анықтау үшін екінші жартылай финал командаларын шақырамыз. Алаңның көк бұрышына Ақтау бокс командасын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Это мой кэш, my turn, не слышь как байкер. Это мой кэш, my turn, не слышь как байкер. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Дзюдо командасы. Қош келдіңіздер, ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Crazy when I pull up, it's like, hey, put it in perspective, bitch, I got everything I wanted and some extra. I am not the type of turning into a detective. Got two on my own phone, barely even check. Uber eats the food I don't cook. Сонымен дәстүр бойынша ортаға қос команданың капитандарын шақырамыз. Ойында кім бірінші бастайтын анықтап алу үшін батырбол ойыны. Олай болса, ойынды бастайтын дзюдо командасы. Төреші Нұрбек Құңлықов. I'm stylish, black top, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Bring that shit back, bitch, I'm stylish. Black top, big t-shirt, Billy. Сонымен екінші жартылай финал. Ақтау бокс командасы допқа иелік етуде. Допты сыртқа шығарып алды. Қазір доп қайда екен түсінбей отырмыз. Допты алып шықты. Ақтау бокс командасы алыстан соқпақтап көрді. Нәтижесіз тағда сызық сыртынан шығарып алды допты. Бұл жақсы шабуыл өте.
Бірақ қарсыластары міне дәл осы жерден қос команда шабуыл бастап кетсе болады. Допқа алып кеткен команда Дзюдо командасы доптен шықты, бірақ міне соққа және нәтижесіз. Допты сызық сыртына шығарып алды, бірақ Дзюдо командасы ол допты қағып алып өз шабуылын жасамақшы болды. Қайтадан шабуыл Ақтау бокс командасының. Қазір әлде командалар қызып аламай тұрған секілді. Допқа күрес көбірек болып жатыр. Тағы да қазір Ақтау бокс командасы допты сызық сыртына шығарып алу керек, және оны олар істеді. Алыстан соққы бақта міне керемет бұрыштан ашылу және гол! Ақтау бокс командасы 1-0 есебімен алдыға шығып отыр. Жалпы батырбол ойын қалай ойнау керек екен бүгін бізге Ақтау бокс командасы көрсетіп жатқан секілді. Допқа керемет иелік ету, пастасу, команда бірін-бірін өте жақсы сезуде, және олар қазір ойында қайтадан басына бастап отыр. Әрі қарай тағы да міне бір-бірін мүлдем көрмей пастасуда. Ақтау бокс командасы тағы да доп оларда. Қазір ашылу керек ойыншылары. Алдыға қарай пас, сол жерде қателік көкеті. Жоқ, бұл гол есепке алынбайды. Себебі доп сызық сыртына шығу керек болатын. Есеп 1-0. Допты Ақтау бокс командасы ойынға қосады. Қайтадан ойындары қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, дәл осы ойынның жеңімпазы финалға тікелей аттанады және Вольники командасына қарсы шығады. Дзюдо командасы допты ойынға қосады. Ойыншылар ауысып алдық. Дәл қазір тағы бір соққа. Дәл қазір дзюдо командасы осы жерден допқа иелік етіп гол соқса, ол салынады, себебі допты олар әлі жоғалтқан жоқ. Тағы да Ақтау бокс командасы допқа сызық сыртына шығарып алды. Тағы да жалғастырамыз ойында. Бір-бірімен пастасу. Міне керемет пас. Артқа. Енді алыстан бақтап көрді, жоқ. Нәтижесіз. Қайтадан Ақтау бокс командасы. Міне тағы да керемет пастасулар жалғасуда. Қазір дзюдо командасы. Міне Ақтау бокс командасы бірінші тайм өз мәресіне жетіп отыр. Есеп 1-0. Ақтау бокс командасы алдыда. Дамы и господа, мы напоминаем, Олимпет, титульный партнер Найза Fighting Championship, широкая линия, высокие коэффициенты и множество акций на сайте и в мобильном приложении компании. Получите от боев максимум эмоций вместе с Олимпет, а также Gorilla Energy. Gorilla Energy — это не просто энергетический напиток, это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Он приносит ваши эмоции на новый уровень и помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. Сонымен екінші таймда бастаймыз. Допта дзюдо командасы ойынға қосады. Есеп 1-0. Шешуші тайм. Бұл жерде қазір барлығы өзгеріп кетуі мүмкін. Өте гол. Бұл жерде дзюдо командасы есепті теңестіріп отыр. Есеп 1-1. Ақтау бокс командасы ары қарай допқа иелік етеді. Тағы да дзюдо командасы допта сызықтан шығарып алу керек. Допта сызықтан шығарып алды, еді пастасу керек. Бірақ оған мүмкіндік берер емес Ақтау бокс командасы. Бұл жерде команданың
үш қатысушысы да бір-бірін жібермей отыр. Күрес беріле ме екен қазір? Төрешінің шешімін күтетін боламыз. Әлде доп ешкім иелік ете алмауда. Пас берілді. Және Ақтау бокс командасы жоқ. Топта қайта ұстап алды. Сызық сыртына шығарып алды. Ақтау бокс қазір шабуыл жасауға толықтай негіз бар. Және соққы болар ма екен? Өте керемет алдамшы пастар болды бұл жерде. Тағы да соққы. Жоқ, нәтиже жоқ. Бұл жерде сызық сыртына шығып алу керек. Дзюдо командасына тағы да допты ауттан ойынға қосты. Өтіп кетіп отыр. Дзюдо командасы. Қазір допты сызық сыртына шығарып алу керек. Допты сызықтан шығарды, бірақ ол жақта допқа елігетін командаласы болмады. Әрі қарай енді допты. Доп қазір кімге өтіп кетер екен. Тоқтату керек секілді. Дзюдоист командасы гол! Дзюдо командасы есепте алдыға шығып отыр. 2-1 дәл қазір. Дзюдо командасы тағы да шабуыл. Тағы да соққа. Дзюдо командасы тоқтамай шабуыл жасап көріп жатыр. Әрине 2-1 есебі қазір нақтылық бермейді оларға. Сондықтан да 3-ші голға аттану керек дәл қазір дзюдо командасына. 2-1 есебімен қазір дзюдо командасы алдыда. Бағана айтып өткендей, екінші таймда барлығы өзгеріп кетуі мүмкін дегеніміз дәл осындай жағдайда айтқан болатынбыз. Дәл қазір допта дзюдо командасы ойынға қосты. Ақтау бокс! Ақтау бокс! Төрешілердің айтуынша доп есепке алынады. Ақтау бокс командасының голы есепке алынады. Есеп 2-2. Әрі қарай ойынды жалғастырамыз. 2-2. Сонымен төрешілер нақтылап берді. Есеп 2-2. Әрі қарай жалғасады. Бұл таза жартылай финал ойыны болып жатыр. Тартысқа толы қос команда да финалға аттану жолында барын салатын болады. Алыстан соққы көрер ме екен? Дзюдо командасы допты алды. Сызық сыртына шығу керек. Шыға алмады. Ақтау бокс командасы қазір сызықтың сыртына шығып алады. Әрине енді шабуыл жасауға болады. Бірақ шабуыл жасайтын командаластар жоқ. Бірақ өзі керемет. Мына шабуыл голмен аяқталу керек. Дзюдо командасы енді допты сыртқа шығарып алу керек. Және олар оны керемет жасады. Алыстан соққа ешкім жоқ мұнда. Қайтадан доп Ақтау бокс командасында сызық сыртына шығып алу керек. Шығып алды. Қайттан пастасу. Ал бұл жерде есеп 2-2. Бізде әрі қарай алтын доп ережесі бойынша 1,5 минуттық уақыт беріледі. Кім бірінші гол соғады, сол команда ары қарай финалға тікелей өтеді. Қазір финалист тағдырын бір ғана гол шешеді. 1,5 минут. Ақтау бокс және дзюдо командасы есеп 2-2. Керемет. Сонымен экстра тайм. Бірақ алтын топ ережесі бойынша бірінші гол соққан команда тікелей финалға аттанады. Және бұл жерде эмоциялар тағыда шыңдала түсетін секілді. Допқа иелік ету. Ақтау бокс командасы алды допты. Енді пастасу сызық сыртына шығып алды. Шабуыл. Міне керемет. Тағда. Бұл жерде шабуыл жасауға болады.
артқа қарай пас. Тағы да дзюдо командасы допқа иелік ету керек. Сызық сыртына шығарып алу керек. Жоқ. Бұл жерде түсініксіз жағдай. Допқа қай команда иелік етіп бастаса да, допты сызық сыртына шығарып алып, бірақ бұл жерде ойыншы ауысатын секілді ме? Ойыншы ауысады, дзюдо командасында ойыншы ауысады және ойын әрі қарай жалғасады. Допты дзюдо командасына беру керек деп жатыр қазір. Түсініксіз қазір. Допты дзюдо командасы бастап отыр. Алысынан соққы бақтап көрді, өте қауіпті. Және бірақ гол шеш. Тағда. Дзюдоистер командасы қазір шығу керек, бірақ ешкім сызық сыртына шықпақ түгіл допқа иелік ете алмай жатыр. Дзюдо командасы сызық сыртына шығару керек. Оған тағда алысынан соққы. Бұл жерде нәтиже жоқ. Тағда соққы бақтап көрсе болады. Бұл жерде бұл гол есепке алынбайды, салынса да, себебі доп сызық сыртына шыққан жоқ. Ақтау бокс командасы қазір басынан допты қайтадан дзюдо командасы жоқ. Бұл гол есепке алынбайды, себебі өздеріңіз білетіндей тәртіпке сай емес. Допты Ақтау бокс командасы ойынға қосады және қосылды. Алыстан соққы. Тағы да қауіп. Дзюдо командасы тағы да сыртқа шығып алу керек. Шығып алды, бірақ ол жерде шабуылдарға жалғастыруға мүмкіндік бермей жатыр Ақтау бокс командасы. Барынша. Себебі бұл жерде бір гол ғана қос команданы финалдан алыстатып отыр. Тағы да пас. Міне, жаңа алғашқы ойындағыдай Ақтау бокс командасына бір-біріне пастасу өте керемет өтіп жатқан болатын. Бұл голда есепке алынбайды. Сызық сыртына шығу керек қазір дзюдо командасы және соны істеп отыр. Тағы да шабуыл, алыстан соққы. Қандай қауіпті. Тағы да шабуыл. Ақтау бокс командасы допты сызық сыртына шығарып алды. Міне керемет командалық және гол! Ақтау бокс командасы екінші финалист атанады. Есеп 3-2. Алтын гол салынды және Ақтау бокс командасы финалға аттанды. Магазина до магазина. С пацанами засигами, чтобы потом добил. Все было без авто и без бензина. Бро, зимовали зиму за одно. Катон целое. Я не понимаю, что происходит с нашей современной молодежью. Мне никто не даст ответ мне на вопрос, так почему? Сонымен қандар мен мырзалар, дәл қазір біз қос финалисттің есімін анықтадық. Олар Вольники және Ақтау бокс командасы. Аздаған уақыттан кейін біз бірінші, үшінші орынға талас мерген және дзюдо командасы арасындағы ойынды көретін боламыз. Және одан кейін қос финалисттің ойын тамашалаймыз. Дамы и господа, а мы благодарим компанию Darlin. В своем деле, как и в спорте, для достижения результата нужна дисциплина и порядок. А с этим поможет справиться платформа для управления бизнесом Darlin. Это продукт, разработанный в Казахстане для организации электронного документооборота, контроля над задачами, составления планов и общения с командами, где бы вы ни находились. Избавьте от рутины и открывайте новые возможности для развития своих проектов в любой сфере. Darlin. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Darlin. Сонымен қандар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Жартылай
финал ойындары аяқталды. Бізде дәл қазір 3-ші орынға талас. Олай болса, қос команданы ортаға шақырамыз. Алаңның көк бұрышына шақырылатын команда Мерген командасы. Қошеметтеріңіз. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына дзюдо командасын шақырамыз. Позвоните 911 Eagles. Вы же подросли, я выбрал вас новый раз. Заливаю в уши, разливаю чивас. Сонымен әдеттегідей ойынды кім бірінші бастайтынын команда капитандарымен шешетін боламыз. Команда капитандары ортаға. Батыр бол ойыны өздеріңіз білетіндей 1, 2, 3 Батыр бол. Ойынды бастайтын дзюдо командасы. Төреші Нұрбек Мұңлықов. Сонымен 3-ші орынға талас. Ойын басталып кетті. Допқа Мерген командасы иелік етуде. Бұл жерде гол есепке алынар ма екен? Салынса. Дзюдо командасы допты сызық сыртына шығарып алды, бірақ онда допты Мерген командасы күтіп отырғандай. Қазір Мерген командасы шабуыл жасап көрсе болады, себебі доп олардың иелігінде. Сызықтың сыртына шығып алып, және Батырбол ойындарының хайлайттарына қосылатын керемет трюктар көрдік. Ары қарай допқа талас. Мерген командасы допты ұстап отыр әлі де. Күрес басталуда. Әлде допқа талас. Бұлай жалғаса беретін болса, төреші допты қайтадан сызық сыртынан бастап қызуы мүмкін. Және дәл солай болып отыр. Допты сызық сыртынан Мерген командасы ойынға қосады. Әрі қарай жалғасады. Түсінуге болады. Әр команда 2 ойыннан өткізіп келді. Дәл осы 3-ші орынға таласқа. Және алысына соққы бақтап көрді. Бұл жерде дзюдо командасы допты алды. Енді дәл қазір оларға допты сызықтан шығарып алу керек. Командаластардың допты сызық сыртынан шығарып алу керек. Бірақ допқа талас тоқтар емес. Мерген командасы допты сызықтан шығарды ма? Тағы да соққы, және қайтадан нәтижесіз, және тағы да қайталап көруде. Жоқ. Мерген командасы дәл қазір, дзюдо командасы допқа иелік етіп алды. Ары қарай ойын жалғаса береді деуде командалар. Мерген командасы, дзюдо командасы допты алды, сызық сыртына шығарып алады әрине. Енді пастасу керек бұл жерде. Жалғыз ойыншы өтіп кетуі өте қиын, себебі шығып алу керек. Қазір бұл гол есепке алынбайды. Жоқ, бұл гол есепке алынбайды. Доп сызық сыртына шығып алу керек болатын. Есеп әлі де 0-0. Әрі қарай жалғастырамыз ойында. Алсыдан соққы, және есеп өзгеріссіз. Әрине, бірінші таймда қос команда бірден гол соға салуы оңай емес. Тағы да пас сызық сыртына шықты деп есептейтін секілді. Және соққы, дзюдо командасы допқа иелік ете алмай жатыр. Және артқа қарай қазір пас берілсе шығу керек. Сызық бірінші тайм өз мәресіне жетіп отыр.
Бірінші тайм өз мәресіне жетті. Есеп 0-0. Дамы и господа, а мы напоминаем. Олимпет, титульный партнер Найза, широкая линия, высокие коэффициенты и множество акций на сайте и в мобильном приложении компании. Получите от боев максимум эмоций вместе с Олимпет. А также благодарим Gorilla Energy. Gorilla Energy — это не просто энергетический напиток, это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Он приносит ваши эмоции на новый уровень и помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. Сонымен дәл қазір есеп 0-0. Командалар есеп аша алған жоқ бірінші таймда. Естеріңізге сала кетейік, бұл ойынның жеңімпазы бүгінгі батырбол ойынның 3-ші орын иегері атанады. Қолаға талас мерген және дзюдо командалар арасындағы ойын. Алыстан соққы. Екінші тайм өте керемет басталып отыр. Дзюдо командасы доппен керемет өтті және соққы болып кетті. Жоқ. Бір-бірімен соқтығысып қалды. Қазір мерген командасы сызық сыртына шығып алу керек және пас берілді. Бұл жерде шабуылды ары қарай жалғастыра беруге болады, бірақ нәтижесіз. Дзюдо командасы топты сызық сыртына шығарды. Ай, гол! Бір балл беріледі бұл жерде, себебі бір аяқ сыртқа шығып қалды деуде төреші. Төрешінің айтуынша бір аяқ сызық сыртына басылып кетті. Сол себептен есеп қазір 1-0. 1-0 дзюдо командасы алдыда. Тағы да алыстан соққы мерген командасы ары қарай топқа иелік етеді. Топты сызық сыртына шығарып алу керек секілді. Дзюдо командасы қазір сонымен айналысуда. Қазір міне керемет, дзюдо командасы топты сыртқа шығарып алды, алыстан соққы болды. Бұл жерде енді доп Каспий жағалауына аттанды. Әрі қарай мерген командасы тағы да шабуыл бастап жатыр. Алыстан соққы. Дзюдо командасы міне. Бұл жерде таза күрес ережесі болды, себебі доппен болған ойыншыны құлатта күрес болады. Допты ары қарай дзюдо командасы лақтыр, нәтижелі командаларға шығып. Қазір дзюдо командасы сызық сыртына шығып алды және допты лақтырып кету керек өзінің әріптесіне. Дәл солай, доп ары қарай күрес жалғастырып, күрес сыртына шығып алу керек. Бұл топ есепке алынбайды. Еді дзюдо командасы дәл соны қайталау керек. Қазір допты алған команда зонаның сыртына шығып алу керек. Және алыстан соққы. Тағы да мерген командасына алаңды тағы бір айналу керек. Топ сызық сыртында, бірақ тағы да дзюдо командасы алыстан соққы уақытта көрді. Көрермендерге қарай аттанды доп. Есеп әлі де 1-0 дзюдо командасы алдыда. Мерген командасы допты ойынға қосып отыр. Алыстан соққы, әрине ойыншылар шаршады және өз голдарын алыс соққылар арқылы іздейтіні сөзсіз. Дзюдо командасы допты міне алыстан соққы жасап көрсе болады. Тағы да допты сызық сыртына шығарып алу керек. Қазір командаға шығарды. Толықтай шығарды. Артқа бас, алыстан соққы жасап көруге болады. Бірақ тағы да нәтиже жоқ. Дәл қазір мерген командасы осы жерден соққы жасап жіберсе, ол есепке алынатын еді. Дзюдоисттер командасы допты сызық сыртына шығарды. Алыстан соққы жоқ, нәтижесіз. Қайтадан өздеріңіз көріп тұрғандай 3-ші орын және ойын аяқталды. 1-0 есебімен жеңіске жеткен дзюдо командасы бүгінгі батырбол ойынның 3-ші орын иегері атанып отыр.
Қошеметтеріңіз ағайын. Сонымен ханымдар мен мырзалар, біз 3-ші орын иегерін анықтадық. Сонымен бізде бүгінгі батыр бол ойынның басты ойыны бұл финал. Біз оны бастауға дайынбыз. Ал сіздер ағайын, дайынсыздар ма? Сонымен финалист алғашқы болып ортаға алаңның көк бұрышына Вольники командасын шақырамыз. Және олардың қарсыластары алаңның қызыл бұрышына Ақтау бокс командасын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Сонымен, дәстүр бойынша финалдық ойында кім бастайтынын батыр бол ойыны арқылы анықтасақ, қос капитан ортаға 1, 2, 3 допты беріп отыр. Сонымен ойынды бастайтын Вольники командасы, төреші Нұрбек Мыңлықов. Сонымен басты ойын финал. Ойында Вольники командасы бастап отыр, және бірден шабуыл, пастасу. Тағда өз әріптестеріңізде көреді. Допты Ақтау бокс командасы алып отыр. Тағда пастасу. Жалпы бүгінгі турнирдің ең мықты командалары финалда жолығып отыр деуге болады. Допты сыртқа шығарып алу керек қазір Ақтау бокс командасына. Толықтай шықты ма? Вольники командасы қазір шығарып алды, енді допты сызық сыртына. Енді толықтай шабуыл жасауға болады. Гол! Есеп 1-0. Вольники командасы. Өте керемет өтіп кетті өзінің қарсыластарын. Доп қазір Ақтау бокс командасының қолында. Травмалық қалған секілді. Ойыншы ауыстыру қажет ете ме, әлде? Голдың авторы қазір әрі қарай өз командасына пайда келуді тоқтатпай жатыр. Қарсылас командасының ойыншыларын тоқтатып, доп Ақтау бокс командасында қалады. Басталды, бірақ допты Вольники командасы алып алды. Допты сызық сыртына шығарып алу керек. Тағыда алыстан бақтап көру мүмкін. Бұл жерде бірақ Ақтау бокс командасы бір-біріне пастасу және алдыңғы екі ойында көрсетіп өткендей өте қауіпті соққы. Допты қайттан Вольники командасы
Қалды қазір тағы да шабуыл. Міне соққыны өзі жеке дара өтіп соққы жасап кеткіз. Міне керемет. Тағы да бір хайлайтқа қосылатын іс-әрекеттер. Алыстан соққы өте қауіпті. Допты Ақтау бокс командасы өзіне алды. Ой, міне керемет. Бұл таза тәртіпке сай дүние. Жалпы доппен тұрған ойыншыға күрес әдісін жасау. Тағы да жалғасуда. Допты сызық сыртына лақтырылды. Вольники командасы оны қағып алды. Қазір тездетіп доптан айырылу керек. Бірақ ойынды тоқтатып басынан бастайтын болады. Ақтау бокс командасына қалады топ. Ақтау бокс командасы топты ойынға қосады және алыстан соққы. Вольники командасы сызық сыртына шығарып алып топты қайтадан талас. Жылдам бастар керек болып жатыр. Қазір қос командаға да есеп әлде 1-0. Допқа талас жалғасуда. Көріп тұрсыздар. Енді жаңа әдіс түрлерін көріп жатырмыз. Допты басынан Ақтау бокс командасы. Ақтау бокс допты ойынға қосты. Бірақ Вольники командасының ойыншысы сол жерде тоқтатты. Қазір көріп тұрсыздар. Бұл нағыз батыр бол ойынның көрінісі. Біз бұл жерде күресеміз және допқа таласамыз дегендей шашасына шаң жуытпайтын батырларымыз. Қазір қараңыздар. Әріптестерін таппай жатыр және бұл жерде жоқ, үлгермеді, бірақ гол есепке алынды ма? Гол есепке алынды. Бірінші таймның соңғы минутында Вольники командасы есепті 2-0 қылып алып отыр. Бірінші тайм өз мәресіне жетті. Дамы и господа, мы благодарим компанию Дарлин. В своем деле, как и в спорте, для достижения результата нужна дисциплина и порядок. А с этим поможет справиться платформа для управления бизнесом Дарлин. Это продукт, разработанный в Казахстане для организации электронного документооборота, контроля над задачами, составления планов и общения с командами, где бы вы ни находились. Избавьте от рутины и открывайте новые возможности для развития своих проектов в любой сфере. Ал біз ханымдар мен мырзалар әрі қарай жалғастырамыз. Бізде финалдық ойын. Дәл қазір есеп 2-0. Чемпиондықтан бір қадамда Вольники командасы тұр. Бірақ барлығымыз түсініп отырмыз. Екінші таймда барлығы өзгеріп кетуі мүмкін. Сонымен ысқырық шалында екінші тайм тамашалаймыз. Ақтау бокс командасының бірінші шабуылы алыстан соққы. Доп алаңнан шығып кетіп отыр. Вольники командасы дәл қазір оны ойынға қосады. Ойыншылар қазір бір-біріне 1 сантиметр қалдырғысы жоқ. Алыстан соққы бақты өте керемет бол! 3-0! Гол! Есеп 3-0, бас төреші бұл гол есепке алынады деп отыр. Есеп 3-0, алса соққа. Ақтау бокс командасына дәл қазір тезірек ойындағы бір затты өзгерту керек. Себебі Вольники командасы әр сәт сайын тағы да гол! Есеп 4-0. Алыстан соққы! Бұл гол төрешіге, төреші есептеді бұл голды. Бұл доп кірді деп отыр.
Доп есептелінеді, есеп 4-2. Бағана айтып өткеніміздей ойын оңайлықпен қазір ешкімде финалда оңайлықпен бере салмайды өз жеңісін. Тағы да шабуыл. Қателік. Ақтау бокс командасы енді тездетіп бір нәрсені өзгертуге тырысады. Жоқ, допқа иелік ете алмай қалып отыр. Допты қайтан Вольники командасы алып алды, бірақ ол нақты емес. Допқа талас. Ойыншылардың шаршап қалғанында көрініп тұр. Қазір допты сызық сыртынан басына басаған дұрыс деп шешті төреші. Ақтау бокс командасы допты ойынға қосады. Алыстан соққы, тағда есепті 2-ақ соққымен теңестіріп кетуге болатын еді Ақтау бокс командасына. Допқа талас. Бүгін Вольники командасы өздеріңіз көріп отырғандай ватербол ойында 2 доп айырмасы да сізге жеңісіңізді толықтай ете алмайды, себебі алыстан соққылар 2 голдан есептелінеді. Сонымен тағы да допқа талас қосты ойынға. Ақтау бокс командасы өздерінің алыстан соғылған голынан кейін есепті теңестіруге асығып жатыр. Екінші тайм аздаған уақыттар қалды. Допқа талас әлде тоқтар емес. Сызықтың сыртында болып жатқан. Қазір допты алып тоқтатты. Төреші тоқтатты. Ойынды қайтадан басынан сызық сыртынан бастаймыз. Және ойында бастайтын Ақтау бокс командасы тағы да алыстан соққы бақтауы мүмкін. Вольники командасына қазір тездетіп бір зат өзгерту керек, және ол үшін керемет шабуыл үстінде тоқтатылды. Әрі қарай жалғастырамыз. Ақтау бокс командасы әліне допқа иелік етуде. 2 ойыншысы бір алыстан соққы жоқ. Допты Вольники командасы сызық сыртына шығарып алу керек қазір. Командаластарының көмек тұр. 40 секунд қалды ойынның аяқталуына. Вольники командасына дәл осы есепте болады, бірақ әрине бұл толықтай жеңіске деген тағы да талас. Вольники командасына қазір 1 гол негізі жететін еді, және сол гол соғылып отыр. Есеп 5-2. Вольники командасы тағы да есепті еселеп финалда жеңіске тағы бір қадам жасап отыр. Міне, дәл осындай допқа иелік ету, уақыт созу керек қазір командаға. Міне көріп тұрсыздар, допты өзінің қарсыластарына мүлдем бермей жатыр. Алыстан соққы қазір ойын аяқталды. Сонымен бүгінгі батырбол ойынның жеңімпаздары Вольники командасы. Қошеметтеріңіз. Есеп 5-2. Когда меня били только что? Вот так били. Да я видел, как брейк видел. Я видел. Надо вообще сделать бетон, видно, как брейк играет. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин.
Сонымен ханымдар мен мырзалар, бүгінгі батырбол ойыны өз мәресіне жетті. Жеңімпаздар анықталды. Дәл қазір біз марапаттау рәсімін бастаймыз. Олай болса, ортамызға шыққан бүгінгі турниріміздің қонақтарымен таныс болыңыздар. Ортамызда Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабала, облыс әкімі аппаратының бөлімінің басшысы Жандос Салиев, легенда смешанных единоборств Лечи Курбанов, чемпион мира по боевому самбо, а также президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров. Олай болса, қонақтарымызбен таныс болсаңыздар, біз бастаймыз. Ортаға 3-ші орын алған команда дзюдо командасы, қошеметтеріңіз! Олимпет және Горилла ұсынған ақшалай сый-сияпат 300 000 теңгенің иегері дзюдо командасы, тағы да қошеметтеріңіз! Командамен суретке түсіп алуға рұқсат. Және де бүгінгі батырбол ойынның екінші орын жүлдегерлері Ақтау бокс командасы! Құттықтаймыз! Ақтау бокс командасы! Горилла және Олимпет ұсынған 500 000 теңге ақшалай сый-сияпатын табыстаймыз. Ақтау бокс командасы, қошеметтеріңіз ағайын. Командамен сурет, әдеттегідей. Сонымен, бүгінгі батырбол ойынның жеңімпаздары тағы да қошеметтеріңізбен Вольники командасы! Олимпет және Горилла ұсынған 1 миллион теңге сыйақының иегерлері Вольники командасы. Батырбол ойынның ең тәжірибелі командасы деп айтуға болады. Я в этой теме, как в игре, не сбивая темпа. Подобну слэмов 90-х шона кемпа. Да, для меня основное это данки. Я ни на что не променяю. Сонымен ханымдар мен мырзалар, осымен батырбол ойыны өз мәресіне жетті. Жеңімпаздарды тағы да құттықтаймыз. Келесі батырбол ойындарында жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Зрители взрываются от этой мельницы. И в тот момент, когда ты решил, что тоже можешь, мой блокшот тебя в конец уничтожит.